Сүзбе сүттен дайындалған кальцийі мол керемет тағам. Онда 14-тен 18%-ға дейін ақуыз мөлшері кездеседі. Сүзбеде майдың көлемі 20% ғана. Сүзбе айраннан немесе қайналған іріктен дайындалады. Сондықтан ол екіге бөлінеді: қатты сүзбе, құрт сүзбе. Ашыған айранды қатықты немесе қайнаған қатты кепкен дорбаға құяды да іліп қойып сорғытады. Содан ол өзінен өзі сүзіліп, сұйығы ағып кетеді де сүзбе түбінде қалады. Оны тұздап малдың қарнына салып кептіреді. Сүзбе қазіргі таңда жиі таралған аурулардың алдын алуға көп септігін тигізеді. Сүзбені жас ерекшелігіне ескере отырып тұтыну керек. Кальцийдің артық дозасы кішкентай нәрестенің сүт тісінің ерте шығуына, бас сүйек еңбегінің ерте қатаюына алып келуі мүмкін. Аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдер кальций мен басқа да микроэлементтерге бай сүзбені жиі қолданған жүріс. 5-7 айлық сәбиге де сүзбе беруге болады. Балалар үшін сүттен жасалған ұсақ уақыт қайнатылған майсыз сүзбе тиісті. Сүзбе ағзада ұлпаның өсуіне және қалыпқа келуіне жақсы әсер етеді. Сонымен қатар жүйке жүйесі мен қан айналым және жүрек қызметіне пайдалы. Сүзбе тек қана балалар үшін ғана емес, егде адамдарға ас қажет. Ол бауырды емдеу кезінде диета құрамына кіреді. Түйіршікті сүзбе ұсақ сақталады. Көлемі жөнінен майлы да үлкен. Диеталық сүзбе қант диабетімен ауырғандарға, әлсіреген адамдарға, жарақат алып күйік шалған жүрегі ауыратын адамдарға аса қажет. Емдік құрамының әсерінен сүзбенің емдік қасиеттері де мол. Емдік қасиеттерінің арқасында сүйекті қатайтады. Сүзбе көптеген диеталардың құрамына енеді. Сүзбе жүйке жүйесін нығайтып, сүйек тікен қалпына келтіретін қасиеттерімен де ерекше. Уақыты өтіп кеткен, бұзылған сүзбені қолдануға болмайды. Үй сүзбенің мерзімі 36 сағат, ал дүкеннен сатып алған сүзбе 5 күнге дейін шыдайды. Өйткені бұл ішек инфекциясын тудыруы мүмкін. Достар, менің пайдалы кеңесім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер.